Сәлем достар, таңғы асқа шакшука тағамын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір пияз, жарты болгар бұрышы және де бір үлкен помидор қажет. Помидорды үкіштен өткізіп аламыз. Помидордың осындай соғы ғана қалады. Ендігі кезекте тапамызға майымызды құйып, пиязымыз бен болгар бұрышын жақсылап қуырып аламыз. Сосын помидордың соғын құямыз. Тағы кішкене қуырамыз да жұмыртқаларымызды салып аламыз. Дәміне қарай тұз себеміз және де астын жай отқа қойып, бетін жауып бұқтырамыз. Мінекей біздің шакшукамыз дайын болды. Біздің берекелі дастархан каналына лайк басып, подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар.